жабық парақшада сіз қандай білімдер ала аласыз да. Мен 2017 жылдан бастап MasterKitпен қолданып келемін. Нәтижелерім өте көп. MasterKit құралы ол түп санамен байланысты нығайтатын инструмент. Ол MasterKit бізде Россиядан шығады. Нақты айтқан кезде Татарстаннан. Ол интернетте онлайн кабинет. Сізге алған кезде өмірлік доступ болады. Сізде ішіндегі барлық білімдер, жаңартылып отырылған информация, соның барлығы немесе бұрынғы информация, теория и практикасы, и тренажерлар барлығы өмір бойы сізде қалады. Ол жерге сіз почтаңыз арқылы немесе номер телефонымен кіресіз. Интернетіңіз болса, приложениесі де бар, компьютермен де кіруіңізге болады. Ол құрал, например, сіздің түп санаңызбен, санаңыздың түп санаңызбен екеуінің арасын байланысты нығайтатын инструмент, жаңа айтып кеткен дейді. Түп санада бәріңіз білесіздер, егер сол темада жүрген адамдар болсаңыз, онда ол подсознание, түпкі түйсік деп айтамыз, түпкі сана дейміз. Ол біздің ғазиз жанымыз. Түп санада барлық біздің генмен келген, ДНК-дағы ата-бабамыздан келген родовой установкаларымыз, убеждениялар, кіші кезімізден туылғаннан бастап ана құрсағында жатқанның өзінде де жиналған неше түрлі біздің көрген, білген, түйген тұжырымдарымыздың барлығы түп санада. Түп сана 99%, 97% күші бар. Сол алапат күшті біз дұрыс қолдана алмаймыз. Біз тек қана көбіміз түп сана туралы білмейтін, түп сананы қолданбай жүрген адамдар туралы айтатын болсақ, онда олар 3% саналы түрдегі сананың күшін ғана қолданып жүрген адамдар. Ол саналы түрде, ол біздің миымыз деп, миымыз поверхностно, допустим, саналы түрде логично, логикаға түйініп, жүйініп, мидың қазір көріп тұрған нәрсесіне, енді келген затына, сондай программаның уже мына өмірге шығып кеткендегі нәтижесін көріп, ұстап, біліп деген сияқты сондай нәрселерді ғана қабылдай алатын жағында өмір сүре береміз. И былайша айтқанда көп ойланбаймыз, неге мынадай жағдай болып жатыр, неліктен мына мақсатқа мен жете алмаймын, блоктар, программалар бар, соларды өшіру керек дейді. Реніш қай жағында жатыр да, мысалға реніш мида тұрма, ол қалай өзгерту керек, қайтып жаңа ескі программаларды өшіру керек. Қазір, например, мен соңғы постымда вибрация туралы айттым да, төменгі вибрация, жоғарғы вибрация, энергиямыз біздің жалпы неше түрлі өзгерістер, жағдайлар, қорқыныштар, үрей, тревога көбейсе сіздің өміріңізде, ол дегеніміз реніштің өзі да, ол дегеніміз біздің ескі программаларымыз қазір уже бізге пайдасы, наоборот, кесірі тиіп жатқан блок программаларды ұстап отыратын жер ол түп сана. Сондықтан біздер қазір мақсатты қойған кезде, немесе жаңағы келген жағдайды уже реттеп, болмаса қайталана беретін өміріңізде, қайталана беретін сценарий бойынша өмір сүре беретін болсаңыз, соны мамаңыз да сөйтіп өмір сүрді, сіз де сөйтіп өмір сүрдіңіз, әжеңіз де сөйтіп өмір сүрді, әкеңіз де мынадай, ағаларыңыз да тоже сондай, вообще әулетте сізде мындай диагноз көбіне это нормада, или сіздің әулет бұрыннан бері сондай ғана көлемдегі ақшаны ғана табады, и нормасы өзгерілмейді, байлыққа деген қиын бару, сізге кредит қарыздан құтыла алмайсыз, социумдағы басқа адамдарға ұқсап бағып, солардың көңіліне қарап, өзіңізді жақсы көру дегенді түсінбейсіз. Сондай нәрсенің барлығы сіздің
жаңағы сұрақтарыңызға қойылатын неліктен сондай деген сияқты. Соның барлығы сіздің түп санаңыздың ішінде. Сіздің түп санаңыздың ішінде. Сондықтан өте маңызды, егер вибрацияны көтергіңіз келсе, керек емес программа, старый программаларды алып өшіріп тастағыңыз келсе, бірінші түп санамен сөйлесіп үйрену керек. Ал жабық парақшада мен түп санамен сөйлесіп үйретемін, байланысқа шығартып үйретемін, қалай кіру керек, ережелері, қай жерде қателік жасамау керек, сөйлескен кезде қандай сұрақ қою керек, қалай жауапты аласыз одан. Я, жоқ деп жауап береді, дене арқылы жауап береді, түс арқылы сізге жауап береді. Соның барлығын қайтып сіз түсінесіз, көрсетіп тұрған затын расшифровка жасай алу керек та, например. Сондай нәрселерді, бейнені, например, көзіңізді жұмып, өзіңізбен сұрақ қойып, түп санаға байланысқа шыққаннан кейін көрсеткен бейне образды сіздің индивидуальны өзіңіздің түп санаңыз ғана көрсетеді. Сол образды қайтып сіз дұрыстап талқылайсыз, қалай сіз оны дұрыс қабылдайсыз, не айтқысы келіп тұрғанын қайтып түсінесіз, точный ответін. Содан кейін барып сол программаны мысалы таптыңыз, сондай убеждение бар, сондай программа бар, сонау заманнан келе жатқан, или өзіңіздің өміріңізде болған жағдайларды алып келіп көрсеткен кезде, осы программаны түсіндім, осы программа маған блок болып тұр, мынадай армандарыма жетуіме, осының алдында осындай программа, енді осыны өшірем деген кезде, түп санамен сөйлесіп отырып, оны өшіре аласыз да. И сол байланыспен, и бір проработка, бір сеанс, обычно психологқа келген кезде сіздер бір тақырыппен келесіздер, и бір мәселені шешуге барасыздар да, например, бостан-бос ешкім ешқайда бармайды. Өміріңізде, например, бір проблема болсын, или бір мақсат болсын, соған талпынып амал нәрселер істеп жатсыз, бірақ түк нәтижеге келмей жатсыз, 2-3 жыл бойы сіз әбден қиналдыңыз, одан сайын келіспейді, одан сайын сіз прокрастинациясыз, одан сайын жалқаулық, одан сайын ешқандай нәрсеге көңіл жоқ, энергия жоқ, сондай бір депрессивный состояниеға барған сайын сіздер, например, психолог таңдайсыз, психотерапевтке барасыз и бір сеансын өтесіз. Бір сеанс — это и есть бір проработка. А вот мастер-кит инструменті сізге түп санамен жаңағы байланысты реттейді, көмектеседі, көрсетеді. И мастер-кит, например, бір сеанс жасамайсыз сіз, бір күнде 7-13 сеанс жасауыңызға болады, өзіңіз ше, притом самостоятельно. Сіздің жаңағы психологқа барып бірінші бүкіл өміріңізді ақтарылып айтудың ешқандай қажет жоқ. Бірінші жаңағы адам сізді танып алып, потом ол қандай жерден өткеніңізді, одан миллион сұрақ қойып, одан кейін сіз оған жауап беріп, сөйтіп бірнеше сеанс, 10 сеанстан сөйтіп сорғалатып жүрмейсіз. Мастер-кит ол уже ешкімге ондай жаңағыдай әңгіме айтпайсыз. Мастер-китте тек қана өзіңізбен, түп санаңызбен жұмыс жасайсыз. Түп санаға еш нәрсені түсіндіріп, қайтадан рассказывать не надо. Он уже все знает, он с вами всю жизнь был. Ол сіздің ғазиз жаныңыз дедік қой, түп сана ол мына, как сказать, түп сана ол біздің, жаңа айттым ғой, ген, ДНК, барлық нәрсені ұстап отқанда, ми бізде саналы түрде, миымыз біздің, бұл жай ғана аппарат, жай ғана аппарат, ненің ішіндегі, пульттің ішіндегі бір неше түрлі нелер бар ғой, системалар. Сол система арқылы ссылка ретінде да, сол ссылка, память бір нәрсе керек болса, бұл біздің миымыз тек қана запрос арқылы жаңағы іштегі түп санада жазылып тұрған программаны сырт запрос арқылы ғана шығартады. Сондықтан мысалға мастер-кит, сіз бірінші саналы түрде теориясын үйреніп аласыз, сосын кіресіз де, саналы түрде жұмыс жасап бастайсыз, іс-әрекеттер жасап, проработкасын жасап, айтатын сөздерін айтып, сұрақтарын қойғызып, а потом уже әбден байланысқа келгеннен кейін сізге мысалға түп сананың нағыз
жауаптар шығады. Иә, и сол мысалға байланысты үйренгіңіз келсе, оның әрине ережелері бар. Ол бір-екі сөзбен ғана айтылмайтын зат. Оны әбден мына сабақтарға кірген кезде, мысалы сабаққа мен де ойладым тез-тез айтам да, бәрі түсінікті болды деп. Бірақ кеше мен айтпақшы өзімнің әңгімемді айтпасам, қайтып білдім, өзім қалай өттім, сондай нәрселерден. 2017-де мастер-кит сатып алдым, содан кейін барып, еще бекерден бекер емес, бір өзімнің запросым болды. Оның алдында психологиялық кітаптарды оқып, современная психологияда, соны оқып, сол кітаптар маған әсер етті. И мен мастер-классқа барған кезде екі сана мен түпсананың екеуінің айырмашылығымен, екеуінің достасқан кездегі қандай күш алапат, күшті иесі боласыз, қандай сол кезде ғана сіз өзіңіздің настоящий жаңағы іштегі үлкен яңызды шығарасыз, например, да. И соның барлығын жаныңызды, например, босатасыз, былайша айтқанда, оятып. И бүкіл индивидуальность, сіздің жаңағы махаббатыңыз, предназначениеңіз барлығы тізіліп тұра қалады да алдыңызға. Сол мастер-китте сол темаларды тоже айтты. Например, бірінші деңгейде сіз түпсанамен байланысып аласыз, сосын установкаңыз шығаратын әдетті үйренесіз, сондай навык приобретете, потом оны өшіретінді үйренесіз. Одан кейін екінші деңгейде қорқынышпен, ренішпен жақсы көру өзіңізді. Неге сіз жалғызсыз, жалғыздықтан қашу, немесе жалғыздықтан қашуда қорқып, немесе жалғыздыққа тырмысу, например, наоборот, барлық адамнан өзіңмен өзің жабылу. Неге ондай себептердің барлығы болады? Қайтып сіз предназначение, өзіңіздің өмірлік жолыңызды ашасыз, талант, неше түрлі қандай қасиет бар сізде, сіз білмей тұрған, қандай мықты күштеріңіз бар, іштегі качество. Соның барлығын шығарып беретін екінші деңгей деп айтты. Сөйтіп үшінші деңгей түсіндірді. Үшінші деңгей соның барлығын істеп болғаннан кейін, қазір мен оны айтып берем. И сондай деңгейлер бар, осылай деген кезде мен соны сразу алдым. Содан кейін мен полностью түпсана туралы көп кітаптар оқыдым, неше түрлі тренингтерге қосымша бардым, себебі сразу түсініп кету маған қиын болды. Сразу проработканы үйреніп алу деп 5 минуттың ішінде тоже қиын болды. Мен көрдім бүкіл образымды, мен байланысқа шықтым, мен дене арқылы жауаптардың бәрін алдым, бірақ көрсетіп тұрған бейнесін, көрсетіп тұрған программаны алдыма алып келген заттың барлығын мен дұрыс талқылай алмадым өздігімнен, самостоятельно. Оған белгілі бір білім, тағы да біреулердің сөздері, біреудің көмекші, поддержка бәрі керек болды. Қосымша, мен кітаптар оқыдым, Петербургқа барып курстар алдым, психолог, терапевттерден, потом кімдерден, жаңағы Москвадан барып оқыдым, сөйтіп, и психология несіне түстім. Содан мен ең бірінші түпсанамен байланыста 4 сағат бойы өзіммен жұмыс жасадым. Сол сеанс 4 сағатқа созылды. Ешкім болған жоқ, тек қана өзім. И берілген ережелері бойынша солардың барлығын түйіп, бір нәрсеге жинап, өзімнің түсінігім бойынша айтатын сөздерін бәрін алдын ала жазып, дайындалып, 4 сағаттан кейін барып нақты жауап алдым. И сол білімді, сол түпсанамен байланысқа шыққаннан кейін мен өмірім қатты өзгерді. Іште мен өзім өзгердім. Іште мықты күш бар екен түсіндім. Көп қорқыныштарым кетті. Эмоциональный фон, состояние, энергиям, неше түрлі сондай жағдайларым бір сатыға көтерілді деп айта аламын да. Басқа деңгейге көтерілдім. И содан кейін барып жақындарыма айта бастадым. Жұлқылап. Жақындарыма, это естественно, это всегда любой адам сондай бір күшті нәрсе біліп алса, сразу өзінің жүрегіне жақын адамдарды ойлай бастайды. Анаған айту керек, мынаған керек, мынаны құтқару керек,
деген сияқты. И сөйтіп мен барлық достарымды жұлба-жұлбасын шығарып, ағаларым, туыстарым барлығына айта бастадым. Кейін үйреттім еще. Оларға мен мысалы 4 сағат бойы қиналдым, на самом деле мен білем қайтып істеу керек екенін. Сөйтіп көп адамдар 1-2 сағаттың ішінде, кейбір адамдар бір 30-40 минут, 45 минуттың ішінде сөйтіп жауаптар алып бастаған кезде мен түсіндім, что мен өзімнің түсінген нәрсемді басқа адамға айта алатынымды да. Негізінде бұл қасиет менде бұрыннан бар. Еще мен бұны оқығам, мен бұрын негізгі менің мамандығым мұғалім. Мұғалім. Сондықтан мен бір нәрсені түсіндірген кезде жақсы түсіндірем, оны мен білем. И сонымен мен сөйтіп басқа адамдарға түсіндіре бастаған кезде олар бірінші қабылдады информацияны, істеп көрді, кейін уақыт өте келе нәтиже ала бастады да, бірақ кейбіреулері уже ережелерін дұрыс істемей, керек емес жағдайларды өмірлеріне тартып, жаңағы маған хабарласқан кездері болды. Мен не істеп қойдым, ондай айтқым келген жоқ, мен ондай сұрамап едім, я это не имела в виду, на самом деле бүйтіп сұрау керек еді, қалай керек, қалай істеу керек, не айту керек, неге мынадай жағдайлар болып қалып жатыр. Сондай сұрақтар келе бастағаннан кейін мен түсіндім, что дайын ғана адамға айту керек. Түпсанамен сөйлесіп байланысқа шыққаннан кейін жауапкершілік сізде көбейеді. Ол жауапкершілік сізде сөзіңізге айтылған, ниетіңізге, ойлағаныңызға, қалағаныңызға, желаниялармен уже более-менее не болу керексіз. Более, не сұрап тұрғаныңызды білу керексіз, да? Желаниямен осторожно сұрау керексіз. Ешқандай блок жоқ екенін бірінші сұрап алу керексіз. Если блоктар бар деп жатса, онда бірінші сіз ол түпсанамен сөйлесіп отыр, блокты алып тастау керексіз. Неге? Себебі сіз сұраған нәрсені түпсана береді. Например, Дарья Трутневаның жаңағы мастер-киттің авторының кітаптары бар, өзінің жазған барлық кітаптары орысша, тек бір кітабы ғана қазақшаға аударылған. И сол кітаптарында былай болады. Например, сіз түпсанамен байланысқа шығып алғаннан кейін сұраған затыңызды ол береді, бірақ егер сізбен сұраған заттың арасында тұрған программаның блоктың бар ма, жоқ ма, соның барлығын сұрап алып барып, тазалатып барып сұрамасаңыз не болады? Оны Дарья айтып береді, неше түрлі өмірде болған жағдайлардан. Бір кісінің қызы аварияға түседі. Сөйтіп авариядан, если мен не ошибаюсь, ол неге түсіп қалады больницаға, жағдай ауыр болады. Сөйтіп жаңағы әкесі жылап отырып айтады, мен там, егер қызым тез оянып кету үшін, мен даже готов там қолымды беруге, допустим, да, пусть у меня руки оторвут, но хотя бы этот не істесінші деген сияқты. Бірақ жаңағы рөлде, кажется, әкесі отырады, и әкесіне ештеңе болмайды да, қызы жаңағыдай ауыр жағдайға түсіп қалады. И анау өзін кінәлағаннан сондай не жасайды, запрос. И тура солай болады, келесі күні какой-то бір жағдай болады, мына кісі қолынан айырылады, и қызы есіне келеді, есін жияды деген ғой. То есть, или же ондай сұмдық нәрселерді алмасақ та, например, бір адам машина алғысы келсе, например, машинамен сол кісінің арасындағы блок, керек емес программа, дұрыс емес жазылған установкалар, убеждение, сенетін тұжырымдары, сондай кедергі, сондай нәрселердің барлығы тазаланбаса, онда ол машинаны қатты сұрай беретін болса, машина келеді, бірақ сонымен бірге ішіндегі қопарылып шығады жаңағы қорқыныштары, машинаға қатысты келеңсіз, керек емес навязанный программалар барлығы бірге қосылып шығады. Сол нәрсені білдім ғой, сездім ғой, я так и знал деген сияқты өмір сүріп жүреді, и сол былықпайымен әйтеуір бірге машинасын алатын болады. А можно сделать наоборот, можно сделать запрос, но сначала почистить до этого
екеуің араңдағы. И потом только. И то же самое, например, реніш, да, бір адаммен, көбіне ата-анамен жасаған кезде, почему соның бәрін істеу керек? Вообще мастер-китті қолданып жүрген адамдардың айналасы өзгереді, адамдары өзгереді, үй жағдайы өзгереді, қаржы жағы өзгереді, үйдегі адамдар өзгереді да. И сол өзгерістерді әрине біз айтып бастаймыз. Менің өзімнің де нәтижелерім бар, ата-анаға деген YouTube каналым бар. Сол YouTube каналда, например, ағам қалай өзгерді, вообще ондай нәрселерге сенбейтін, там ер адамдар көбіне сөйтіп ойлайтын ер адамдар көп деп ойлап едім. Сөйтсе менің, наоборот, сол тұжырымым қазір жоққа шығып келе жатыр. И, например, ол адамдар неге өзгереді? Біріншіден, сіз түпсанамен байланысқа шыққан кезде көп жағдайыңыздың сіздің жаман болғаныңыздан емес, сіздің жаңағы ақымақ или немесе сондай нәрселер болғандықтан келіп случилось деген сияқты олай емес екенін түсінесіз, көзіңіз жетеді, сондай түсініктер келеді, сіз өзіңізді түсініп бастайсыз, өзіңізді кешіріп бастайсыз, өзіңіздің ішіңіздегі өзін-өз кінәлау сезімі сізде осознанность келе бастағаннан кейін, осознанность қалай қазақша, сондай келе бастағаннан кейін сіз өзіңізді жақсы көре бастайсыз, сөйтіп өзгересіз да. И уже автоматом сіз қасыңыздағы адамға сөгіп қарай алмайсыз, критикамен қарай алмайсыз, ренжіп қарай алмайсыз, потому что сіз өзіңізді бірінші түсіндіңіз. Сосын кейін ана адамның әдейі жасап, или жаңағы на самом деле ақымақ болып, или на самом деле жауыз болып отқан ешқандай да ниеті жоқ екенін түсінесіз. Ол тек қана қазір ішіндегі шығып тұрған түпсаналы түрде программаларын зомби ұқсап ойнап отқан ғана түсінесіз да, например. Потому что сіз осыған дейін түпсана туралы білмей тұрған кезде, бұл жағдайға, бұл теманы білмей тұрған кезде, сіз де солай зомби сияқты автономно, на автомате түпсанадан келген программалар бетіне шықса, соны істеп жүре бердіңіз, например. Сондықтан сондай нәрселерді түсінген сайын, өзіңізді зерттеген сайын, меңгерген сайын, сіз басқаларды да сөйтіп қабылдай бастаған кезде ол адамдар ғажайып түрде өзгереді. Ренішті қалай кетіруге болады? Опять-таки, бірінші сіз өзіңізбен жұмыс жасап, қандай ожиданиялар болды өзіңізден, неге олар болмады, неге сіз олардың бәрін іске асырмадыңыз, олардың іске асырмау себептерін түпсана сізге көрсетіп береді. Сіз солардың барлығын түсінгеннен кейін, в общем, короче говоря, много что, оказывается, я не понимала деген сияқты нәрселер келген кезде сіздің ренішіңіз бұл болып кетеді басқа адамға. Себебі басқа адамға сіздің ты должен анау іске, мынау керек, бүйту керек, сөйту керек, социум бойынша там мындай болу керек деген правилалар, плюс еще ол кісі оны істегісі келсе де істей алмай тұр, потому что оның өзінің блоктары бар, то есть өзінің тұжырымдары бар, теріс ойнап тұрған заттар бар, оның да түсіну керек жерлері бар. И сондықтан сізде оның бәрін уже картина, когда складывается, сіз уже вообще не сможете даже ренжуге, да? Сондай нәрсеге дейін барасыз. Мастер-кит қазақша шыққан жоқ па екен? 2018-дерде ма аударып береміз деп айтты. 2017, сон бір жылдан кейін аударып береміз деді қазақшаға, бірақ потом передумали, оставили. Европаның қалалардың мен точно айта алмаймын, соларға аударып берді, ағылшынша аударды. Кажется, сондай бір Европаның қай елдерін білмей өте, чешский ма, сондай қылып аударды. Басқа тілдердің бәрін аударды, а СНГ-ге аударған жоқ. Себебі СНГ и так русский язык знают деп аударған жоқ. Сондықтан, например, қазір мен
қазақша өткізіп жатырмын ғой сабақтарды, бірақ все равно мастер-кит орысша болғасын, үлгілері де орысша, бірақ қазақша сөйлеп, қазақша шала қазақша үйтіп әйтеуір адамдар справляются. Плюс еще біздің қандастарымыз, басқа елден келген қазақтар, олар да ең бірінші желание деп қалап тұр. Қатты қалағаннан, когда сильно хотят, они, короче, прорабатываются, как Google переводчикке салады, өздері түсінеді, плюс менің түсінігіммен, самый главный суть нағыз жаңағы не екен маңыздылығын түсініп алғаннан кейін, ар жағы уже 1, 2, 3 деген ол уже жаттанды. Инструменттің пошаговый заттарын уже ол жаттанды істелінетін зат. Сондықтан сізде тек бастамасы ғана түсінікті болу керек теориясы, қалған жаңағыдай істелінетін амал действиялардың барлығы уже жаттанды болып кетеді. Вот, кімде қандай сұрақ бар, қойып отыруларыңызға болады. Что еще можно сказать? Вот, сондықтан содан кейін, например, мен екінші деңгейді жаңағыдай бірінші түпсанамен байланысты үйреніп, сөйлесіп, бәрін жауапты алатын сондайға деңгейге жеткеннен кейін, плюс еще басқа қасымдағы адамдар сөйлесіп бастады, оларда жауап ала бастады, кейбіреулері уже қателіктер жасады, сол қателіктерді мен ескеріп, бәрін ережелерін шығарып қойдым. Бүйтіп айтпау керек, былай істемеу керек, бірінші былай бастау керек, проработканы бастамас бұрын былай істеу керек, содан кейін барып кіргеннен кейін осылай сөйлесу керек, потом өшір дегенді бүйтіп айту керек, өшірілген, өшірілмеген былай білуге болады, потом жаңағы бір толықтай не бар, инструкция бар, соны мен жаңа жабық парақшада дайындап қойдым. Вот, не аласыз деген кезде жабық парақшадан соны аласыз. Потом сөйтіп мен нәтиже көре бастадым. Екінші деңгейді меңгердім. И үшінші деңгейге бардым. Мысалға, үшінші деңгей әбден нәтижелерді көріп болғаннан кейін бізде өзге қатты үлкен глобальный масштабный өзгерістерден қорқыныш пайда болады. Страх успеха болады, самосаботаж басталады, откат дейді көбіне, психологияның терминдерін айтып сіздерді шаршатпай қойын, түсініксіз сөздерді умный чтетіп, жалпы қарапайым тілмен айтқан кезде адам қорқып кетеді, адам өзінің құрған осыған дейінгі жағдайын құртқысы келмейді, бәрін аспанды жерге түсіргізіп өзгерткісі келмейді. И сол күшті ғой, осы екінші деңгей захотела, сделала, там проработалась, вот, короче, қолыма келді, осы маған артық ештеңе керек емес деген сияқты, сол жерде отыра бергісі келеді. Потом все равно нормасын өзгерткісі келеді. Например, 90 мың теңге алып жүрді, 300 мыңға көтерілу үшін доход. Соны, мысалға, бір ғана 300 мың келеді, сосын бит-бит, то келмейді, то келеді, то келмейді қылтып, секеңдетіп, нестабильно қылып отырғысы келмейді. Тек қана проработка жасағаннан кейін барып 300 мың алып, тек қана проработкамен 300 мың алып отырғысы келмейді. И соның барлығын басқа нормаға шығып, стабильно қылғысы келеді. Плюс еще немесе жаңағыдай қойған мақсаттардың бәрі орындала бергеннен үрей пайда болады, что мен шынымен де өзім өміріммен барлығын жаңағыдай қалауымша істей алады екенмін, оказывается, мен ішімде күшім мықты екен, бәрі менің системный, мен как будто бір механизм сияқтымын, не как будто, на самом деле. Вот, и менің миым просто аппарат, соны грамотно қолдану керек екен, білім деген біліп алсаң болды, істеу оңай екен деген сияқты бір үлкен түсініктер келген кезде адам қорқа бастайды. Если мен сильно успешно болып кетсем, мына менің жанымдағы адамдарым, жақындарым, олар өйтіп істеп жатқан жоқ, қалып қояды, мен жалғыз қалып қоямын, даже успехтан қорқады, например, жетістіктен қорқады. Сондай кезде торымыз басталады, и адам артқа қарата шегінеді, қайтадан өзінің орнықты жерге, комфортты жеріне келеді. Сол жерде, бірақ уже
мида не хочет там сидеть, да, например, уже көріп алғаннан кейін, плюс еще сіздің неңіз расширяется сознание, и сіз басқа деңгейдегі сіздің армандап отырған арманыңызбен арман өміріңізді өмір сүріп жүрген адамдарды көре бастаған кезде, сондай адамдар бар екенін білген кезде, например, сіз уже білесіз, что сізде проработка жасайсыз, и сол жерге жетіп баратыныңызды білесіз, например. Сол кезде сіз уже баяғы жерде отыра алмайсыз, и осы жерде басталады, мен барғым келеді, бірақ қорқам, мен барғым келеді, бірақ қалып қояды қалғандары, там туда-сюда деп роль жертва күшейеді, бұл жерде роль спасателя күшейеді. Либо мен барам, 3-ші деңгейден асып 4-ші деңгейге, 5-ші деңгейдің білімдерін, проработкалерін жасапшы. Только тогда, когда я всем помогу, всех научу, всех спасу, всем там покажу, они тоже должны знать про мастер-кит, я там про подсознание, вот я мужа научу, я вот брата научу, я вот маму сделаю, там детей, а потом только со всеми вместе пойду на успех деген болсаңыз, сонда сол 3-ші деңгей тоже ол өтірік нәрсе. И екінші вариант, это когда жарайды, типа, мен өзім ақ кетейін, қалған бәрін икістеп сызып қалдырып кетем деген нәрсе. Сөйтіп сол жерде адам қайда барарын білмей, туда-сюда, от крайности в крайности соғылады, қиналып та. Вот, сол сопротивление, сол деңгейден, сол состояниеден өтіп кету үшін 3-ші деңгей ойластырылған. 3-ші деңгейде сіз бөлек-бөлек тренажерлар бар, әдейі берілген, сол тренажерлармен жұмыс жасап, сол состоянияны проработкасын жасап, блоктарыңызды алып тастайсыз. Вот, и 4-ші деңгей дегеніміз, енді сіз уже кеттіңіз, сіз уже қолдадыңыз, сіз уже қатты паника жоқ сізде, үрей жоқ, там тревога, что там вы одна останетесь, там туда-сюда, сондай бір үлкен-үлкен жетістіктерден уже қорқынышыңыз жоқ. Сол кезде сіз 4-ші деңгейге келесіз, это когда вы делаете все ваши результаты стабильными. Например, бұрын-соңды 90 мың теңге айына нормально болса, қазір уже сізге там 300-500 мың теңге нормально и стабильно. Отношения бұрын мындай там анаңызбен или басқа жақындарыңызбен ненормально болса, теперь как в кино, күшті отношения, это нормально. Барлық деңгейдегі, барлық сферадағы жағдайыңыздың бәрін нормамен істейсіз. Например, егер норма туралы көп нәрсе үйреніп біліп оқығыңыз келсе, мастер-китіңіз жоқ болса, бірақ қызық болып тұрса, Дарья Трутневаның опять-таки тегін жүктеп алуыңызға болады. Сол кітабы бар, новый уровень нормы деп аталады. Кімге керек, пожалуйста, директке жазыңыз, мен сізге ссылка жіберемін, сол ссылка арқылы тегін өзіңізге жүктеп алыңыз да оқыңыз. Уровень нормы не үшін керек адамға, басқа деңгейге қайтып тез-тез өтіп кетесіз, тез бейімделіп кетесіз, сол деңгейге не жеткізбей тұр, қандай қорқыныштар шығу мүмкін жолда, соның барлығын сол кітапта жазылған. Так, 5-ші деңгей. 5-ші деңгей ол страстный желание туралы, ол бізде айтады ғой жаңадай. Класснота бар ол жерде, еще я королева, я ничтожество, я король, я ничтожество бар, я великий деген ой, корона бар, самооценка. И сол мысалға қатты, мысалға бірінші, екінші деңгейдің ішінде страх бар да, қорқынышны, ол қорқыныштар ең жеңіл қорқыныштар, которые қорқыныштың неше түрі бар, бірнеше түрі бар. Жалпы там сомнение сияқты болу мүмкін деген иллюзорный какой-то сондай предполагаемый сондай страхтар бар. Ал вот неде 5-ші деңгейдегі страх, ол солай болады. Точно мен осылай істесем, да обязательно так будет деген панический страх бар да. Панический страх, там
панический страх смерти, панический страх развода, этого банкротства, ақшасыз қалу, ауырып қалу деген сияқты панический страхтарды алып тастайтын 5-ші деңгей. Өте күрделі деңгей, тереңірек кіресіз подсознанияға. Ояқтағы түпсанаңыздың сіздің көрсететін бейнелері, әкелетін программалары бетіндегі программалар емес, сіздің прям түбіңізден, түбінен алып келесіз, геннен, память, ата-бабадан, родовой. Сол 5-ші деңгейде сіз жаңа көбіне бөліп түсіндіріп жатыр ғой қазір тренерлер. Мысалы, родты түсіндіретін адам бөлек, ананы түсіндіретін адам бөлек, тақырыпшаларды бөліп алғанда, например, өзіңіз жақсы көру тақырыбы бөлек, ақша бөлек, бәрін сіз бір жерге бір түйіндеу керексіз. Ал мастер-китте бұл тақырыптың барлығы бір жерге жиналған. Например, жаңағы айттым да, родовой, сол панический страхты проработка жасаған кезде сіздің әулетіңіз, ата-бабаңыз, род, әулеттің несі шығады. Барлығына таралып отқан программаны сіз жауапкершілік алып, соны өшірсеңіз, сіз әулетіңізді құтқаратындай сондай программаларды өшіріп береді 5-ші деңгей. 6-ші деңгей бізде еще 5-ші деңгейде мынадай бар. 5 пен 6 ғой, енді былай қарағанда. 6-ші деңгей ол мотивационный деңгей. Это вот сіздің жеке түпсаналы түрде келген өзіңіздің урок души, миссия, анау деген сияқты бекер емес келген өзіңіздің бір іштей түпсаналы түрде талант ішіңіздегі осы өмірде көрсету керек күшіңізді. Тығып жүрсіз, или білмей жүрсіз, елемей жүрсіз, немесе вообще сезіп те жүрген жоқсыз, потому что байланыс өзіңізбен жоқ та ешқандай. И сол теманы ашып береді 6-ші деңгей. Плюс еще бір күннен бастап 50 жылға дейін планыңызды қалай грамотно құру керек, дұрыстап, қай жерге көңіл бөлу керек, қандай сұрақтарға жауап беру керек, қалай бастайсыз, оның барлығын түпсанамен сөйлесіп отырып, қай жерге барасыз, қандай жерге барғыңыз келеді, армандарыңыздың қайсысы өзіңіздікі, қайсысы жұрттікі, немесе сыртқы әлем, внешний мотивация ма, әлде ішкі мотивация ма. Внешний мотивация деген біреуге керек. Сіздің сөйтіп істегеніңіз, я должна, потому что он будет счастлив после этого, я должна это сделать, потому что мои дети, бір нәрсе, моя мама, моя папа деген нәрселердің бәрін үзеді 6-ші деңгей. И ішкі мотивация деген сөз сізге керек. Тек қана сізге керек, и сіз сөйтіп істегеннің арқасында, наоборот, екеуіңізді бақытты қыласыз, и ананы айналаңыздағы, айналаңыздағы жаныңызға жақын адамдарды, тек қана оларды емес, еще бүкіл әлемді бақытты қылуға дейін сондай бір нағыз күшіңізді 6-ші деңгей шығарып береді. Теперь осы жерде көп адамдар, например, мықты адамдар, бірақ оның барлығы енді мен бір түсінік айтып отқан сияқты, оны қызық болса, ол деңгейлер туралы Далия Трутнева өзі де айтады, тегін YouTube каналдарында не беретінін, қандай мықты Эйнштейн сияқты адамдар жаңағы 6-ші деңгейге жетпей сол жерде қыстырылып қалды, ары-қарата дамый алмай қалды. Соның барлығы не жетпей қалды, сол кісілердің бәріне сондай нәрселерін өз жеке айтады. Сол қызық болса, қарап тыңдап алыңыз. Вот, и что еще там 5-ші деңгейде бір нәрсені айтқым келген қосып. Так, 5-ші деңгейде мынадай бар. Адамдар, вот, жертва, жаңағы спасатель, жаңағы звезда и великий или ничтожество болу керек. Например, мен там түбіне дейін құлау керекпін, өмірімнің полдың астына дейін бомж болып, потом барып
жұлдызым жанып, маңдайым ашылып, елдің бәрін аң-таң қылтып, жақтарын жерге түсіріп, бомба болу керекпін деген программа бар. Сол программаны бізде түпсаналы түрде что всех удивить, стать героем, доказать всему миру, что я классный, крутой, самый великий, самый мощный, там, керім, мықты адаммын, соны мен бір күн докажу всем деген программа. Это бүкіл адамда бар. И сол программаны 5 пен 6 деңгей алып тастайды бізден. Почему? Потому что адамда сол программа болса, ол адам өзін қатты қинайды. Бірінші, ол жетістікке, каждый жетістікке жеткен сайын, неважно ол біреуге там семья құру, біреуге там жарын табу, там біреуге там миллион заработать, біреуге там тағы бір нәрсе, дені сау адам, например, бірінші осы программасы болса, например, бірінші ол страшно ауру керек, потому что программа сөйтіп жұмыс жасайды. Вот неизлечимый бір бәлемен ауырады, или там ондай болмаса да, жай ғана, неизлечимый, излечимый, бірақ ауыр да, кесірі ауыр, жаман тиетін бір аурумен ауырады, тістерін бәрін түскізеді, так скажем, да, бірінші шірітеді, үйтеді, бүйтеді, а потом соны емдейді, а потом өзін қайтадан қолын алады, короче, или жаңағыдай, бірінші там 100 килограмм болады, потом там 70 килограмм болады деген сияқты. Почему вот это все он начинает делать подсознательно, түпсаналы түрде өзін қинап, денесін қинап, организмін қинап, потому что сол программа бар. Что бірінші мен түбіне түсу керекпін, тозақта болу керекпін, потом көтеріліп ракета болу керекпін, потом бәрін жаңағы жарығыммен соқыр қылу керекпін, мықты болу керекпін деген программа. Олар еще тренингтердегі адамдар көбіне сондай нәрселермен не істейді, как цеплять ететін, мысалы сондай программасы бар адамдар, сондай тренингтегі или рекламадағы заттарға анау бомж болып жүреді, потом смотрите, мен кім болып кеттім, мен там қазір бизнес-класспен ұшып жүрмін, бассейнде коктейль ішіп отырмын, там самолетім бар деген сияқты бір нәрселер айтады. И көп адам сондайға еліктейді, қатты ішін жанын это цепляет. Да? Почему? Потому что ол түпсаналы түрде жаңағы үлкен программа фундаментальная база ретінде тұр. Вот, и допустим, сол адам барады, істейді, там миллиондап табады, скажем так, 40 мың тауып жүрді, 150 миллион тауып кетті дейікші. Ол бір табады, бір тапқаннан кейін подсознательно программа будет действовать так, бір рет жеткізеді, келесіде тағы да 150 миллион или 300 миллионға жету үшін, ол опять-таки эта программа начинает опять, короче, он құлатады, никто қылады, потом опять ол жаңағыдай түбінен бәрін таң қалдырып қайттан жұлдызы жанады, сөйтіп ол сол программа адамды шайқайды. Например, здоровьядан хочу десе, бірінші оны сұмдық қылып ауыртады, а потом барып көрсетеді. Отношения болса, отношениядан жердің түбіне көрмейтін ужасный нәрсені бәрін көрсетеді, а потом барып типа береді. И сондай программа көбімізде біздің бар, сол программаны 5 пен 6 деңгей убирает, чтобы этот человек не мучил себя подсознательно и не жил так. Потому что бір адамдар, наверное, күші жетсе, сила волясы болса, сол нәрсені әр сферасынан өтіп, сөйтіп герой болып жүре береді өмірінің соңына дейін. Да? Ал кім шаршайтын адамдар, например, бір ұрлады, екі ұрлады, и уже как бы не хотят, өмірінің жартысына келген кезде уже не прикольно так играть, и так больно каждый раз падать и становиться никем, все терять на свете, а потом становиться опять кем-то, да. И это будет не прикольно. Сөйтіп бұл программа байғұс адамдарды ары қарата басқа бір керемет өмірдің деңгейге жібермейді. Сол өте сондай бір, и плюс кейбір адамдар осы жерде бір-екі рет құлағаннан кейін я ничтожество,
я всегда так все теряю, я там кіммен қалсам да бәрі там мен тастап кетеді, мен әйтеуір постоянно мен әйтеуір жаман адам болып қалам, тағы бір нәрсе, я же хотел хорошо, как лучше деген сияқты нәрселермен өзін жеп, депрессияға түсіп, жабылып қалады. То есть осы программа, она как бы работает невыгодно для нас. И сол программаны 5 пен 6 өшіреді, көмектеседі өшіруге. Сол түпсанадағы программаны сіз өшіруіңізге болады. Сондай мүмкіндік бар сізде. И теперь 6-шы, 7-ші деңгей. 7-ші деңгей самый күшті деңгей, самый мықты терең деңгей. Себебі психологияда көп психологтар болсын, қазір я не знаю, енді қазір айтпаса, этот треугольник Карпмана деген бар. Спасательді ойнайды адам, жертваны ойнайды и жаңағы нені ойнайды, тиранды ойнайды да, контролер, преследователь, агрессор. Вот треугольникте кітап бар ғой, бәріңіз білесіздер ғой, енді қазір бәрі білімді адамдар. Эрик Берннің кітабы бар, оқуыңызға да болады, оқымауыңызға да болады. Жалпы мынадай, жалпы мағына мынадай: адамның психикасы, біздің миымыз үйреніп қалған көп нәрсені біздің түпсанада осы үш бұрышпен құрып тастағанда программаларымыз біздің. Біз, короче, көбіне қай рөлді ойнаймыз, оны өзіңіз сезесіз. Например, постоянно, если кого-то вы спасаете, сондай бір мать Тереза болсаңыз, сіз спасательдің рөлін мықты ойнайтын профессионалсыз, да? Егер жертва рөлінен шыға алмай, сондай постоянно жертвуете, постоянно вас обижают, постоянно бір какие-то ситуации, которые вы не можете выйти никогда. Сондай жертва рөлін ойнап қалсаңыз, ол тоже өзінің себептері бар, өзіңіздің причинаңыз бар, оны легко можно найти, и тоже вообще жертва рөлін өміріңізден сызып тастауыңызға болады. Осы и агрессор рөлін ойнамауға болады, и тирандарды өзіңіздің өміріңізге тартпауыңызға болады, и жаңағы спасатель болмауыңызға болады, да. Сондай рөлдердің барлығын алып тастатуға 7-ші деңгей. 7-ші деңгей сізге қатты көмектеседі. Жаңа треугольник Карпманнан шығу невозможно деп айтатын осы заманға дейін, но я могу с уверенностью сказать, что треугольник Карпманнан оп-оңай шығуға болады. Самое главное, проработканы істеу керек. Проработка, например, ең күштісі, негізі 7-ші деңгей туралы көп нәрсе айта беруге болады, но 7-ші деңгейде адамдардың арасында естественно рөлдер ойнаймыз, соның бәрін ретке келтіре аласыз. Мамаңызға спасательді ойнағым келмейді, хочу научиться не быть спасателем, хочу быть дочкой или там сыном настоящим. Вот келдім, еркеледім, мамау, барсың ба, барсың, жоқсың, рахмет, скучаю, там люблю. Қараш, бүйтіп айтшы, мені мақтап жүрш, басымнан сипаш, күш жинап аласыз, кетіп қаласыз. Сондай бала или қыз болғыңыз келсе, но у вас не получается. Вы постоянно либо әкені ойнайсыз, либо муж болып ойнайсыз ол кісіге, либо спасательсіз, либо там авторитетсіз, либо решалова, либо там әйтеуір сондай бір нәрсені ойнап кете бересіз. На самом деле ол сізге зақым әкеледі, и анаңызға да ешқандай пайдасы жоқ та ол рөлдің. И ешкімге де пайдасы жоқ. Үйдің ішіндегі члены семьи, например, бауырларыңызға да пайдасы жоқ, оның барлығы кері әсерін тигізеді. Но вы, наша психика думает из-за этой программы треугольник Карпмана, что это типа выгодно, это там полезно деп ойлайды. На самом деле нет. Вот. И соны түсінген адамдар, сепарацияны, сондай нәрселерді білетін адамдар, олар шыққысы келеді, да, сол треугольник Карпмана и рөлдерді дұрыс ойнағысы келеді. Как только вы начнете играть роли правильно, мысалға ата-анаңыздың алдында сіз бала рөлін грамотно ойнайсыз, ешқандай спасатель емессіз, ешқандай жертва емессіз, ешқандай тиран емессіз, контролер, ұрысқақ емессіз, там А десе Б демейсіз, например, не жоқ, жаңа обида жоқ, потому что сіз жертва емессіз. Жалпы сіз тек қана баланың рөлін, қызсыз ба қыз, қызысыз ба қызысыз, баласыз ба баласыз, ер баласы.
И соны ғана грамотно ойнағыңыз келсе, пожалуйста, 7-ші деңгей мастер-кит сізге в помощь. Быстро выходите, быстро объясняет, как надо делать, как не надо делать. Но это не как по правилу, а просто сіз жаңағы нәрсені істеп отырып тренажерда түпсанаға айтасыз. Біз болды, бұл нәрсеге кірмейміз, бұл нәрсені ойнамаймыз. Сонда түпсана сізге басқа версия, реальность, басқа версияларын жасап береді. Мысалы, реальностіңізді өзгертіп береді. Адамдар өзгереді. Былайша айтқанда, көз алдыңызда өзгереді. Как только вы перестаете играть эти роли, все начинают как бы көп жаңағы сіздің энергияңыз сол рольдерге кетіп атқан, бүкіл күшіңіз контролировать етіп барлық келіп тұрғанда, например, құйылып тұрған энергияңыз сол треугольниктің, әр треугольниктің күшіне кетіп жатыр, короче, соларды жақсы жұмыс жасауына кетіп жатыр. И когда вы выходите каждым разом, каждый день, каждый раз треугольниктен шыға берген сайын, әртүрлі треугольниктен сіздің неңіз вибрацияңыз көтеріледі, роліңіз реттеледі, бағыңыз, энергияңыз көбейеді. Ну, то есть жеңілденесіз, вообще өміріңіз кәдімгідей өзгереді, и адамдар автоматом айналаңызда өзгереді. Вот. И, например, адамдардың арасындағы треугольник понятно, да, всем, что это вы кому-то спасаете вечно, кому-то тиранизирует вас, или вы тиранизируете, и это понятно адамдар арасында. Но прикол, мастер-киттің 7-ші деңгейі еще сізге, мысалға, мен ақша, там, бизнес деген сияқты нәрселерден тоже шығарады да, сондай неден, треугольниктан. Например, ақша это жандысыз нәрсе, да, но все равно біздің психика оған бәрібір, біздің түпсанаға бәрібір, біз треугольник системасымен өмір сүріп қалдық па, сол треугольник системасынан шығу үшін обязательно жаңағы мен ақша, там, бизнес, или мен ақша, жұмыс, или мен ақша, тағы не там, любой нәрсе, да, келесі. Мен ақша күйеуім, там, мен ақша інім деген сияқты сөйтіп істей беруіңізге болады. Достарым деген сияқты. И почему? Потому что адам жаңа треугольникте рөлде ойнап қалды ғой, сол программаны алып тастамаса былай болады. Либо сіз ақшадан жертва болып жатасыз, әйтеуір ақша виноват, ақша тиранизирует, вас контролирует, он специально к вам не приходит, он вас жертвит, там, сіздің қолыңыздан түк келмейді, сіз там ақшаны вините, постоянно обвиняете, там, это сол сұмдық, ол опасность, ол жаман, короче, жауыз қылып қоясыз. Это и есть роль треугольника. Именно ақшаны сіздің түпсанаңыздағы программа сондайға қойып қояды. Немесе, наоборот, сіз агрессорсыз, сіз контролерсіз, сіз жаңағы тирансыз, и ақшаны, короче, ақшаның соңында қуып дүркіретіп, сондай бір жауызсыз, соны ғана там ойлайсыз, соны ғана сақтайсыз, соны ғана там ақша десе, короче, бәрін тастап, соны ғана қуып жүретін преследователь болып кетесіз, да, например. Либо же спасатель боласыз, ақшаны сақтайсыз, ақшаны бір жерлерге тығасыз, банкіге саласыз, погребке қойып қоясыз, там тиын-тиынмен бір нәрсеге, соның барлығы, в общем, вот осы роль даже ақшаға да жұмыс жасайды да. Сондықтан не только тірі адамдардың арасындағы треугольниктен шыға аласыз сіз, ал жаңағыдай өзіңізге маңызды заттар, например, веста кетпейді адамда, или денсаулық, например, или жаңағыдай, скажем, бір вирустар дейікші, да, например, сонда опять-таки осы треугольникке сол новый мағына кірсе, вирус ретінде, мысалы, я вирус и менің там денсаулығым, да, денсаулық, вирус и я. Все, үшеуінің арасында сіз ана системаға қалай кірді, солай сізде қалай жазылып тұр түпсанада, сондай программа кетеді жұмыс жасап. Это значит, как вирус сізді преследует, вирус сізге там идет, өлтіреді, там сіз жертва боласыз, қашасыз. Это все игра вот здесь, да, например. И там жертва боласыз, потом денсаулық сізді спасать етеді, если иммунитет күшті болса, немесе иммунитет онша емес деп өзіңіз сөйтіп сондай программа көп болса, онда сіз денсаулығыңызды спасать етіп, витаминмен есіңіз кетіп емдей бастайсыз, пачка килограммда бір нәрсе жеп.
и типа ЗОЖ болып кетесіз, да, например, питанияға, потому что вы спасателя играете в этом плане, да, а вот ана жауыздан құтқарылып жатсыз, немесе наоборот, как-то, короче, приходит так, что наоборот, там типа вирус қиналады, ол там жертва болып қалады, да, а біздер типа нагнетаем над ним и виновным делаем его. И то есть вот так вот, короче, вот так психика, да, это все крутится. И бүкіл сіздің энергияңыз келіп тұрған жерден болсын, студен болсын, сіздің жаңағы бойыңызда бүйтіп келіп тұрған энергияның бәрі осы треугольниктердің бәріне бекерден бекер құртылып жатыр. Сондықтан бізге өте маңызды бірінші деңгейден бастап ретімен бәрінен өтіп 7-ші деңгейге барып осы программалардың бәрін түбінен алып тастап үйрену керек. Вот, бұның барлығын өшіріп, жаңағы фундаментальный треугольниктен болсын, мен айтқан жаңағыдай великие ничтожества, самооценка, коронаны шешіп, гордыняны шығармау, сондай нәрсенің барлығынан, видите, самый грамотный инструмент мастер Хит, что сізге не надо, например, искать отношения в каком-то там тренинге, деньги там где-то искать, потом искать там, как кредит закрыть, потом искать, как надо здоровье свое поддерживать. Ондай керек емес, сізде бүкіл адамға маңызды керек теманың барлығы мастер Хиттің ішінде тұр. Сізге просто надо с одного, с первого уровня до 7-го дойти, и все. То есть соны автоматом үйреніп, сосын түпсанамен сөйлесуді үйреніп алсаңыз, пожалуйста, сіздің бүкіл өміріңіз сіздің қолыңызға келеді, и бүкіл түпсанадағы бүкіл потенциал, энергия, күштің барлығы сіздің қолыңызға келеді, и вы можете уже управлять этим. Керек па, көріп тұрасыз уже, қай жерден істеу керек, қандай программа шығып келе жатыр. Қай атаңызға келдіңіз, 4-ші атаңызға келдіңіз ба, роттан уже біліп отырасыз, қай әжеңізді тазартып тастадыңыз, қай әпкеңізді тазартып тастадыңыз, тазарттым ба деп сұрайсыз, ол иә дейді. То есть жауап постоянно болады, и сіз даже на физическом уровне будете чувствовать, когда даже мен сабаққа жабық парақшаға келетін адамдар андайда сезеді кәдімгідей, например, басында мен сездім, потом я уже привыкла и как-то уже не обращаю на это внимания. Но басында адамдар, например, істеп алады проработканы, и у них прям идет новые нейроны, да, там по-другому, вот это все система. Ұйықтап шыққан кезде қалай ұйықтады, қандай басы қалай ауырды мысалға. Не так, как обычно мы привыкли, а по-другому, как будто мына жері үйит, а мына жері шаншит, и самалдан кейін все уходит, да. Или наоборот, бүкіл ыстығы көтеріледі, қазір-ақ 37 болып отырады, да. Ананы айтып проработканы бітіргеннен кейін обратно жібереді, например. Или біреулер есінейді. Есінейді, почему? Потому что воздух келеді, мысалға, и есінеп шығарған кезде барлық ескі информацияның барлығы немен шығып кетеді, дыхание, да, например. Сол үшін қалай демалу керек сол проработка кезде, қандай не болу керек, интервал дыхания, да, қалай, чтобы ескі программа шығып кету үшін и новый жазылу үшін, как надо сидеть, да, например. Соның барлық ережелері не просто так берілген, мастер Хит сондықтан сонша тұрады, допустим, потому что адамның өмірін масқара өзгертеді. А мен, например, жабық парақшада солардың үлгілерімен бөлсем, солардың әр тренажердің пайдасымен бөлсем, например, и ең бастысы мен не үйретем, ол жаңағы не түпсанамен сөйлесу, түпсанамен байланысқа шығу. Сол ең фундаментальный, базовый не қабілет, да, навык. И соны мен үйретем. И сізге ол қызық болса, пожалуйста, жазыңыздар, сұраңыздар. И қазір сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ болса, жазып қойыңыздар. В принципе, мен кешегіден бері жиналған сұрақтарға айтып бердім. Мастер Хиттің 7-ші деңгейінде не бар екенін айтып бердім. Менің сабағымда не бар екенін айтып бердім. Қанша тұратынын айтып бердім. Вроде бәрін айтқым келген заттың бәрін айттым. Вот.
қазір кішкене күте тұрайын, и сұрақ болмаса, онда мен сақтап қойайын. Сөйтіп сөнбей тұрғанда. Жарайды, достар, онда сұрақтарыңыз болмаса, мен эфирді жабамын. Ал егер үлгермеген болсаңыздар, онда директке жазыңыздар. Сіздерге мен жеке жауап беремін. Кітаптар керек болса, ссылкасын жіберемін. Мастер-китті жалпы сатып алғыңыз келсе, январдың соңына дейін үлгеріп, онда оның да ссылкасын мен жіберемін. Мен мастер-кит компаниясының өкілімін. Былайша айтқанда қазақша, мен өкілімін. Мен ол компаниямен тығыз байланыстамын, партнерымын. И мастер-кит сатып алатын адамдарға мен көмектесе аламын. Қалай сатып алу керек екенін ссылкаларын жібере аламын. Компания мені қолдап отыр, маған жеке ссылкаларын берді. То есть өзімнің бөлек партнерский кабинетім бар. Толықтай мен оның өкілімін, представитель. Сондықтан мастер-китті алғым келеді, қалай алуға болады, қалай сатып алам, кімнен алам дейтін болсаңыз, пожалуйста, жазыңыздар, мен сізге алып беремін. Мысалға, көмектесем, қайтып алуға болатын ссылкаларын бәрін жібере аламын.